Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Біз бүгін буынның құрылысы мен қызметі тақырыбын өтетін боламыз. Бұл сабақта буын түрлерінің құрылысы және олардың қызметтерінің арасындағы байланысты орнату туралы білеміз. Буынның яғни қосымша элементтері туралы айта кетейін. Біз алдыңғы видеоны көрген болсаңыздар, кез келген буынның құрамына кіретін міндетті элементтерді мен атап кеткен болатын. Көрмесеңіздер қарап алыңыздар. Осы міндетті құрам бөліктерден басқа барлық буында болатын қосымша құрам бөліктер де бар. Олар міндетті түрде белгілі бір буындарда болады. Осы барлық қосымша құрам бөліктерді екі типке бөлуге болады. Біріншісі шеміршек дискілері мен шеміршек астары деп аталады. Екіншісі ұсақ буын сүйектері. Осы шеміршек дискісі мен шеміршек астары дегеніміз, осылар арқылы мұндай буындарда қозғалыстардың алуан түрі орындалады. Мысалы, тізе және астыңғы жақ сүйектерінің буындарын мысал ретінде келтірсек болады. Буындарға жақын орналасқан ұсақ буын сүйектері, олар кейде буын қабының астыңғы, кейде одан тыс бұлшықет байламдары астында орналасады. Мысалы, тізе буыны үстінде орналасқан және буынға бұлшықет сіңірлері арқылы бірігіп тұрады. Аяқтағы үлкен саусақтың осындай сүйегі буын қабының ішінде болады. Мұндай сүйектер буын бетін арттыруға, оны едәуір тұрақты етуге мүмкіндік береді. Осы буындарды белгілеріне байланысты емес, қатар бойынша ажыратады. Сүйек саны бойынша буындарды біз екіге бөлеміз: жай буындар және күрделі буындар. Жай буындар тек екі сүйектен түзілген. Мысалы, оған иық буынын жатқызамыз. Ал күрделі буын дегеніміз үш және одан да көп сүйектен тұратын буындарды айтамыз. Бұларға жақ сүйек буыны. Жақ сүйек дегеніміз бас сүйекте орналасқан, білесіздер. Буын бетінің пішіні бойынша буындар эллипс тәрізді болады, жайпақ, иіршік тәрізді, шар тәрізді және тағы басқа болады. Бірақ алғашқы екі жіктеу буын қызметіне емес, құрылысына қатысты болып келеді. Тағы да буындарды біз бөлеміз, яғни ось саны бойынша. Бір осьті, екі осьті және үш осьті дейміз. Бір осьті буынмен адам тек бір жазықта қозғалыс жасай алады. Пішіні цилиндр тәрізді болады. Мысалы, саусақ сүйектерін өзара байланыстыратын буын немесе шынтақ және кәріжілік сүйектерін байланыстыратын жоғарғы буын мысал болады. Яғни бір жазықтықта ғана қозғалыс жасайды, қолдікі, яғни бұлар. Екі осьті буын ол қарама-қарсы екі бағытта, бірақ бір жазықтықтағы қозғалысты қамтамасыз етеді. Оны түзетін сүйек бетінің пішіні бойынша мұндай буындар көбінесе эллипс тәрізді немесе иіршік тәрізді болады. Бұларға кәріжілік, білезік, астыңғы жақ сүйек және тізе буындарын жатқызамыз. Үш осьті буын дегеніміз ол қозғалысты үш бағытта жүзеге асырады. Бөгеді, жазады, ішке, сыртқа айналдыра алады, түсіреді, көтереді. Ең қозғалмалы буындар шар тәрізді, шынтақ буындар. Білесіздер, шынтақтарыңыз қай жерде орналасқанын. Мысалы, жамбастан және иық буындары. Егер сүйек басының пішіні кесілген шарға ұқсаса, тегіс буында үш осьті буын болады. Оларға, мысалы, төс омыртқалар өсінділері арасындағы буындарды мысал ретінде жатқызуға болады. Одан басқа жартылай буындар дегеніміз бар. Жартылай буындар дегеніміз аралығында саңылауы бар шеміршекті байланысты атайды. Бұл кезде буын қабы түзілмейді. Төс сүйегінің омыртқаралық дискілері мен шат сүйегінің аралығында кездеседі. Яғни сіздерге ұлттық бірыңғай тестілеуде тапсырмалар жартылай буынды көрсетіңіз десе, сіздер мына жердегі берілген мысалдарды көрсетесіздер. Яғни төс сүйегі, омыртқаралық дискілер немесе шат сүйегі аралығы деген сияқты үш жауаптардың біреуі кез келген келеді. Енді мынау астындағы суретте осы тақырып бойынша бізде берілген білезіктің байламдары мен буындары, алақанның үстіңгі беті қай жерде орналасқанын, аяқ басы байламдары мен буындарының орналасқан реттілік көрсеткен. Бұл суретті дәптерлеріңізге салып жазып алыңыздар. Осы тақырып бойынша сіздерге көбінесе қайталаймын, тестқа келгенде жаңағы бір осьті, екі осьті, үш осьті буындар мысалдар
көбіне кездеседі, және ол қалай не жүреді, иә, қалай айналады деген сияқты. Және бұл осы жартылай буын дегеніміз не деген сұрақтар көптеп кездеседі. Осыларды дәптеріңізге конспекттеп жазып, түсініп оқып алыңыздар. Бұл сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Сабақта алған әсерлеріңізде комментарийға жазсаңыздар, мен үшін өте маңызды болып келеді. Келесі сабақта енді бұлшықеттер тақырыбын түсіндіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.